Жолдастар, шайымызды ішіп алып, мочевинамызды алып кетіп бара жатырмыз. 50-67 километрден кейін оказывается бізде заправка бар. Заправка керіп, заправка алуымыз керекпіз. Бірінші заправка енді қорқынышты енді. Қалай болады, не болады, Құдай біледі енді. Әйтеуір барып заправкалеп аламыз енді. Анау мынау деп қазақшамызды қосып, ағылшынды қосып, немісшені қосып, әйтеуір бірдеме болар енді. Сөйтіп Құдай деп кетіп бара жатырмыз. Тұман болып тұр. Қатты тұман болып тұр. Кейде дым көрінбей кетеді вообще. Мына рабочий мониторды шамалы өзгертіп, мынандай қойдым. Көрсетіп тұр, чөп-чөм екенін. Так, обгонға шығуға болмайды, обгон запрещен. Пока. Карго терминал, Солтал Ост. Один 14:10. Жолдастар, таңда атты. Таңда атыры ұрып келе жатырмыз әйтеуір. Жол сайрап тұр. Обгон запрещен. Ешкімді обгонға шыға алмаймыз. 80 болса 80-мен ұрып келеміз. Горный тормоз. Мына оң қолымыздың руль астында, оң жағында. Чтобы машина тезірек жылдамдығын, айдап келе жатқан көлігіміздің жылдамдығын шамалы төмендету үшін осы горный тормозды қолданамыз. Сол, тағы не жаңалық дейсің? Кеше плюс 13 болды, бүгін плюс 6 болып тұр пока. Әлі әбет болған жоқ. 10, местный уақыт 10, Қазақстанда 14, 4 сағат қой айырмашылығы Германиямен. Кассель деген регионда келе жатырмыз. Оң жағымызда Ампоммер. Ампоммер деген қала бар. Бауыз айтып келе жатқан жоқ, қаланың аты ғой, Ампоммер дейді. Ампоммерден өтіп, Ампоммер болса, Ампоммер болсын дей ма? Ары қарай жылжып бара жатырмыз. Полиция жүр. Тахограф тексеріп. Біз әйтеуір ұрып бара жатырмыз. Шашымыз артқа қарай қайырылып прям. Ампоммерден өтіп кеттік. 489 шақырым қалды баратын жерімізге дейін. Тахограф бойынша 57 минут қалды. 27 минуттен кейін тоқтап стоянкаға кіріп 45 минут демалып алып, шай пайымызды ішіп алып, макаронымызды қуырып жіберіп дей ма? Ауылдағы жеңгеміз етеді, макарон қуырып жіберейік деді. Макаронымызды қуырып жіберіп, ары қарай жылжимыз. Жылжымайды, мүлікті жылжытамыз.
du musst da reinfahren. Geradeaus, links, links, links. Großer Hof, so wie hier. Ich will hinterherfahren oder ich zeige dir, wo du hingehen kannst. 8 o'clock. 8. Ah, ja. 8 o'clock. Okay. Aber jetzt? Left. С той стороны. Ja. Okay, danke. Danke. Ich komme in einer halben Stunde. 8 Oder 8 Uhr. Okay, danke. Danke. Ком. Давай, братан, кель. Чао. Auf Wiedersehen. Чао болса, чао дейді бакесін. Кеттік жолдастар, әйтеуір жүгімізді тапсырып болдық. Короче говоря, қазақша айтқанда былай. Сен дальнобойщиксің. Жүкті алып келдің бе, болды, сенің жұмысың бітті. Одан басқа сен ештеме істей алмайсың. Тек қана машинаны бересің, болды. Даже артың ашуға да сенің праваң жоқ. Өйткені Құдай сақтасын, егер не тиесең, дөңгелек тиесең, я болмаса басқа бірдеме тиесең, ашылып кетуі мүмкін есік резко. Алекске звондасам, Александр жолдасыма, біздің Қазақстанның жігіті ғой. Ауышсың ба, ашпа дейді да, вообще ашпа, өздері істесің, өздері тазаласын, өздері ашсын дейді да, саған ол үшін төлемейді олар дейді. Егер сен жұмыс істесең 100 евро төлесің дейді, әңгіме жоқ, істей бер дейді. Вот. Сенің жұмысың только алып келдің бе жүкті, алып келдің. Өздері біледі, қалай ашады, қалай жабады, қалай не қылады. 2 сағат уақыты бар, 2 сағаттың ішінде, короче, өздері жауып бітіру керек. Үлгірмесе, онда уже ихние проблемы. Ақша төлейді 2 сағаттың ішінде, егер мені жүгімді түсіріп, мені жібермесе. Вот солай жағдай, Сохор Николай. Құрметті жолдастар, кішкене ғана обзор. Мынау менің атым 533 Edition 1 деген. Edition 1 деген не ол? Edition 1 деген серия ол. Осындай особый серия осы.
Mercedes Actros-тың особый сериясы. Бұндай көлік 400 штук қана шығарылған заводтан. Қалған бәрі, мынаның бәрі тюнинг дополнительный. Төбесіндегі шама, дополнительный сигнал, алдындағы кенгурятник, қара түсті мына дөңгелектің бәрі не қылған, боялған. Мынаның бәрі боялған. Спойлер қызыл түсті. Саған айнасы жоқ. Су жаңа машина ғой, 70 мың ғана жүріп тастаған. 170 мың шақырым жүріп тастаған. Алекске, жерлеске көп рахмет, өйстіп өзінің көлігін маған беріп, сенгеніне, сол көмектескеніне, сол қошеметтеп, әйтеуір жерлес болғасын, Қазақстанда туып өскен жігіт өзі. Өйстіп бірге жұмыс істеп жатырмыз. Полуприцепіміз контейнеровоз. Жаңа полуприцеп алдым. Контейнерімізді тиіп, кеше барып таможняға контейнер алып, осы контейнерді біз енді апаратын жеріне апарамыз. Более-менее нормальный контейнер, полностью растаможка жасалынған. Пломбамыз тұр. Айтатын жоқ енді, жынды ғой. Айтатын жоқ. Действительно, машина десе машина осындай болу керек қой. Айыратын. Мынаған қарап мен, ё-майо, өз. Әйтеуір. Енді боқтағым кетіп тұрған жоқ енді, бірақ енді көзбен істеп тұрмын ғой мынаның бәрін. Көзбен атып, уже көзбен кайф ұстап тұрмын ғой осы машинаны. Кеше жуып алғанмын. Кеше жуып, полностью тазалап сыртын өзім істеп, шамалы бір ләззат алып, кайф ұстап. Сол білмеймін енді, бір қой сойып отқан адам сияқты беш бармақ істейтін. Қойшы енді. Осында енді су жаңа көлігіміз бар. Кеттік әрі қарай. Мынау біздің подписчигіміз, біздің братымыз Юра деген жігіттің көлігі, тоже 530 жылқы күші бар. Мәң айрат десе айрады ғой енді. Айтпақшы, осы жерде тұрған көліктердің бәрін не только сырты, но ішінде де тюнинг істеп тастаған. Мынаның ішінде, допустим, қызыл мен мына бежевый цвет. Менде конкретно бежевый цвет іші. Мына Мерседестер көгілдір. Көгілдір демек қой, құдай сақтасын. Көк Мерседес. Бұл да ішін істеп тастаған. Бежевый цветпен, сырты көк. Люстрасы бар, дополнительный светі бар. Айрады енді. Мынау қара Volvo. Бұл да енді бір жыңберінің бірі. 500 күшті. Серияның аты Black and Green. Ішінің бәрі қанша? FH500. Не деп жазылды? L-Road the Green Train дейді. Түсіндер ғой, Короче говоря, осындай. Дөңгелегі тоже істелініп тастаған. Қара түсті. Машина жуылмаған, сондықтан да шамалы шам болып тұр. Жынды ғой енді. Black and Green. Қара және жасыл дейді. Мынау көк пен қызыл. Мына машинаға скоро жолдасым келеді. Юра айтпақшы, біздің подписчик қой жаңа алдында айтқандай. Біздің роликтерімізді көріп, осы компанияға келіп жұмысқа тұрып, бірге жұмыс істеп жатырық. Мынау енді Scania S580 жылқы күші бар. Тоже бір жыл болған машинаға. Тоже полностью тюнинговать етіп тастаған. Әппақ қып бояп, мынаның бәрі краска. Не емес. Нет, наклейка емес. Дискілері хромированный. Ё-майо. Ішінің бәрі қызыл. Қызыл мен бежевыйға отделка жасап тастаған. Мына Volvo. Тоже 500 жылқы күші бар. Red and Silver деген серия. Тоже әр машинаның төбесінде өзінің шамы бар, люстралары бар, дополнительный сигналы бар. Бассаң енді жерді жарады әкесін аузы. Тоже хромированный диск. Әр қайсының несі бар. Спойлерлері бар. Ең жарат десе жарады енді. Лесницаға дейін салып қойыпты. Огнетушитель анау, мынау. Түсінбейтін адамдар болса, ұратын күрегі де бар. Ё-майо, Scania V8 580 күшті.
алдындағы Scania ғой, R580 тоже ішінің бәрі қызылмен бежевыймен ұрып тастаған, отделка жасап. Алдында мынандай несі бар, кенгурятнигі бар, менде де бар кенгурятник, менгі жынды енді. Дискісінің бәрі қызылмен серебристыйға бояп тастаған. Тоже спойлер. Жынды ғой енді. Мыналарға қарап мен уже көзбен уже бітіріп тұрмын ғой. Көзбен с***ырмын қазақша айтқанда, маған қарағанда, ё-майо. Басқа айтатын сөзім жоқ енді, кешіріңдер. Тоже Volvo. 500 жылқы күші бар. Тоже бояп тастаған қара цветке. Black and Red. Қара мен қызыл. Біздің Қазақстанға қашан келеді осындай машиналар? Қашан осындай көліктерге мініп жүреді екен біздің жігіттер? Тоже соңғы Scania 580 күшті. Айрат десе, действительно айрат. Тоже люстрасы бар, сигналы бар, мигалкілері бар, дополнительный светі бар, светодиодный. 580 күшті. Тоже R-ка. Бұл енді простойлардың біреуі қалған. Жақын арада жаймен Алекс көне машиналарын сатып атыр әйтеуір. Орнына уже су жаңа басқа машиналар алып атыр. Көліктер туралы айтатын болсақ, жолдастар, осы. Міне, осындай машиналар действительно жарат десе жарат. Сөз жоқ енді айтатын.